Сәлем достар, сіздермен болған бұл мен Флоди достар, қош келдіңіздер. Сіздермен мен Флоди достар. Бүгінгі және де Искон сервері, бүгін Искон серверіне обзор жасайтын боламыз. Достар, мен бұл Искон серверіне баяғыда обзор түсірген болатын, білесіздер, 10 или 9 ай бұрын. Сол қайтты білекте жабылып қалған болатын, соны қайтып ашылды. Енді біз Искон серверін обзор жасайтын боламыз. Ал ендеше біз видеоны ары қарай жалғастырамыз. Ал достар, әдеттегідей біздің спамымыз дәл осындай, яғни бір қалыпта бола береді. Және де бізден мынандай нәрсеге кіресіздер, және де не аласыздар, және де кит-старт аласыздар. Кит-старт өзі беруі мүмкін, или өздеріңіз аласыздар. Нәрседе мынандайлар бар. Сол баяғы баспалдаққа мінсеңіздер, сіздерде тақ тұратын болады. Сіздер осы жақта отырып, достарыңызбен фотоға түсіріп алсаңыздар болады. Және де өздеріңіз достарыңызды баяғыда НКП-де ойнаған достарыңызды шақырып алып ойнасаңыздар болады. Мынандай мындай декорация жасап қойған, яғни Искон деп кіргенде түсінеді, нормально деген ойдамын. Жарға істеп қойған. Осы достар, мынандай декорация қосты. Ауада ұшып жүретін огоньдар, яғни домалақ. Сол огонь мысалға мені ұрды жаңа огоньчы. Мен кішкене ұшып кеттім. Осындай. Осын сіздер осы жақтан былай шығасыздар, сосын сол жаққа бұрылып, мына жерде сервер командалар тұрады. Сервер командаларын бассаңыздар, сіздерге чатта ашып көрсетейін. Мына жерде приват деп тұр. Приват әргі help деп тұр. Клан help деп тұр. Үйлену Маррей, Данаты деп тұр. Достар, бұрын көрсетейін. Сіздер осы неге үлесіңізді қосыңыздар, яғни бүйтіп донаты деп осылай жазсаңыздар, міне осылай жазасыздар ғой. Чатта жазасыздар, міне қарап аласыздар. Донаты 0 теңге, донаты 250 теңге, донаты 3 500 теңге, донаты 4 1000 теңге, донаты 5 1500, 6 2000, 7 білмеймін қанша деп тұрған. Коин, яғни қыздарға тегін теңге деп тұр үшін. Бұл донаттарды алғаныңыз кезде телеграмға Искон НКП деп жазсаңыздар, сіздер таба аласыздар. Сондықтан жазып кетуді ұмытпаңыздар. Достар, бұл жақта айтпақшы промокод деген нәрсе істейді. Әзірше промокод қараңыздар. Мен бір промо бар ма екен? Сол промокодты істеп көрейін деп жаттым. Мысалға, мынандай промокод бар ма екен? Бұндай промокод жоқ екен, сондықтан мен әзірше білмей тұрмын. Достар, если донат сатып алсаңыздар, басқа нелерді білмей жатсаңыздар, маған айтсаңыздар, мен хелпермен сіздерге көмектесе аламын. Және де мына жерде шыққаннан кейін артыңызға былайынан барасыздар, былайынан барғаннан жүресіздерді. Мына жақта оң жаққа бұрсаңыздар, Царкори тұрады. Царкори, яғни бұл біз кішкентай популасатын жер. Бұл жақта достарыңызбен келіп популасаңыздар болады. Достар, бұл жаққа көп үлестеріңізді қоссаңыздар болады. Бұл сіздерге совет беремін, бұл өте күшті серверлердің бірі. Яғни сосын мына іштерді айттым ғой, Царкори, мысалы қасында Царкори тұрды. Одан шыққаннан кейін оң жаққа бұрылып, оң жаққа тағы бұрылсаңыздар, нәрсе топ 5 бай ойыншы тұр. Яғни біріншісінде Флодигой тұр, айтпай қойайын. Екінші орында Ернор тұр, 58.000 Байбек тұр, үшінші орында 16.000, төртінші орында Амирхан тұр, 14.000, бесінші орында Дәулет тұр, 12.000. Достар, ренжімеңіздер, тұма ұратып қалдым. Осы сол сіздерде ақша тауып осы жаққа бай болсаңыздар, сіздерге тізімге кіресіздер үшін. Осындай жаққа жүре берсеңіздер, нәрседе бізде Исконның андайлары тұрады. Яғни керекті нәрселер. Қазақсы выживание Майнкрафт сервері 1.5. Сервер командалар инфо. Жаңағы сіздер инфо деп жазбай қойсаңыздар болады. Сервер командалары деген тұр ғой. Соны басасаңыздар болды. Соны қара бересіздер. Донат алып серверді қолдап кет. Донат деп жазасыздар да, Искон НКП деп телеграмға жазасыздар. Оған жазғаннан кейін сіздер мені алам деп айтасыздар. Және де WhatsApp бізде WhatsApp суретке түсіріп алыңыздар, мен бүйтіп жақындатып тұрайын. WhatsAppқа жазсаңыздар, сіздерді WhatsApp группаға шақыратын болады. Сондықтан кіріп кетіңіздер. Одан кейін тағы да қастарында бұл керек заттар емес, енді бұл керек жоқ заттар. Бұл жақта дым емес. Бұл жақта да жүрсек, бұл жақта да негізі дым емес. Ал ендеше ана жақта бетке өтейік, яғни жақта бет тездетіп көрсетіп кетейін. Жақта дым емес, керек емес заттарды айтпасам болады.
андайлар тұр. Және дәл жаңағыдай қазақша выживание сервер Майнкрафт 1.5 деп тұр. Дәл жаңағыдай міне достар мындай бар. Және де бізде бұл жақта сіздер автошахта іздемей жүрсеңіздер, сіздер анақта шығасыздар ғой. Шығасыздар, осы жақтан шығасыздар. Шыққаннан кейін сервер командалары деп тұрады осы жерде. Соның оң жаққа қарап тұрғанда барасыздар да жүре бересіздер. Оң жаққа бұрып қалсаңыздар жүре бересіздер. Және де бұл жақта жұмыс шығады. Яғни автошақта жұмыс дегенді басып істей берсеңіздер болады. Міне мысалы, сіз шахтер жұмысына кірдіңіз деп тұр, қараңыз. Міне чатта жазылып тұр, сіз шахтер жұмысына кірдіңіз деп тұр. Қаза бересіздер. Ары қарай мен қарсы көрсетпей қояйын. Қаза бересіздер. Және де бұның спавнның арт жағында бізде популасатын жер бар. Яғни популасатын керек емес заттарыңызды қойып қоясыздар. Яқта достарыңызға келіп төбелесіп, аяқпен де кіруге болады негізі. Төбелесеңіздер болады. Сіздерге ең күшті төбелесетін жерлердің бірі осы, совет беремін сіздерге. Ендеше спамнан кетеміз. Яғни нәрсетерде осындай қамалы бар. Осы спамнан кетеміз. Міне дәу көрсетейін спамнды. Осындай дәу енді. Спамн осындай. Және де спамның алдын көрсете кетсек, РТП деген нәрсе бар. Яғни қазір РТП деп жазсам, мысалы мені басқа жерге телепортация етеді. Яғни сіздер осы жерде тұрасыздар ғой. Андаққа бару үшін РТП деп жазбау үшін бүйтіп жазасыздар, РТП деп өздеріңіз тағы да жазасыздар и шығасыздар. Болды. И все. Қайтып спамға қайтайық. Қазір спамға қайтамыз. Міне болды, осы спамды көрсетіп кеттім. Нәшетте жүректенділер тұр. Және де нәшеттерде сет 0, яғни сет 0 деп жазсаңыздар сіздерге броня береді. Бұл сет 0 деген көп бар. Сет бір нәрсе, сет 11-ге шейін барады деген жоқтықта. Сондай тексеріп көрсеңіздер болады. Сет 11-ге шейін барады. Тексеріңіздер. Сіздерге популас, яғни достарыңызды төбелесетін кезде керек болады. Бірақ ол үшін ақша болмау деймін. Командалар инфо, көп жерге инфо деп командаларын жазып тастаған. Яғни мысалы қазір мен азан қылтайық. Сіздерге қатты көріну үшін. Міне мысалы азан қылттық. Адамдар үй салған, но бірақ сындырып кеткен. Грифер етіп сындырып кеткен. Міне нәшетте не ол? Нәшетте білмеймін. Үшім осы енді мешіт бар бізде. Мешіт салып жатыр бір балалар. Бетесіздер, қараңыздар. Сырттан оқиық мешіттің. Мешіт иманды бол бауырым. Маятас мешіті. Яғни Маятас деген бір мешіт екен. Жұма қабыл болсын. Достар, жұма қабыл болсын деп жатыр. Жұма әзір емес, енді ертең болайын деп тұр. Жұма, сондықтан алдын ала алып қойсақ, жұма қабыл болсын деп. Нәшеттерді ойыншылар қазған деймін деп тұрмын. Бірақ білмеймін. Сол. Енді достар, сіздер бұлаққа ерініп барып жүрсеңіздер, яғни сіздер ойыншысыздар ғой. Енді оны бүйтесіздер, чатқа жазасыздар. Бүйтіп жазасыздар, кішкене ауыртып жүрмеңіздер. Варп деп жазасыздар. Енді варпты қайда аласыздар? Міне варп деп жазасыздан кейін қолжетімді варптар тұр. Міне мысалға біріншісін көрсетейік. Варп дейміз да, ауыл деп тұр да біріншісінде. Ойбай, ахил деп қойып бұған қараңыздар. Варп дейміз да, ауыл дейміз. Көрдіңіздер, ауыл десек, мынадай ауыл шығатын болады. Бұны Амирхан деген ютубер салған болатын. Яғни бұл 13-ші деревня деп ойдамын. Сондай деген ойдамын. Міне бізде ол жет Кузица, яғни Кузица делендер тұрған. Және де оның қасындағы көршісі. Қатты ауырып жүрдім. Мынау цирк. Сол, мынау құдық алатын. Ал мынау мэрдің үйі. Мынау кәдімгі жетелердің үйі. Және де бұяққа YouTube қауыз салған болатын. Бұл YouTube қауыздың ішін көрсетіп кетсек, кірген бетті осындай қарсы алады бізде. Мынандай сосында кілемдері бар. Оң жаққа бұрылсақ бізде айшытқана десем, айшытқана, мына шет асхана.
Нәрсе тура жүре берсеңіздер, мен бұл жақта білмедім, мына жақта отыратын шығар әшейін. Ал астында ұшып, бұл бізде қателеспесем склад, иә. Склад. Бұл складта өзінің керекті заттар бар. Яғни бір жерге тығылса, бірден кіріп кете салады. Бірақ білмеймін. Не самаған ау деймін. Сондай. Сосын төбеге жүре берсеңіздер, екінші жасауға кетірсеңіздер, екінші жаса осындай. Екінші жаздар значит көрсете кетсек, дейді. Ясин қызы бөлмесі дейді. Иә, Ясин қызы деген ютубердің бірі. Сол ютубер сол осының бөлмесі екен. Бірақ шында безендірмеген екен. Даусым қатты шықпай жатса ренжімеңіздер енді. Қанша рет айтам, ауырып жатырмын. Атым ауыратып қалдым. Енді 300 жазға көтерілсек, 300 жазда бізде осының владелец, яғни ютубер, осының ауылдың бәрін саған, Ясин екеуі. Міне бөлмесі, Амирхан деген бала. Міне осылай ойлап отырады. Оп, 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 оп деп. Және бұдан бұған қараңыздар достар, мен нәрсе көрсете кетейін сіздерге. Бүйтесіздер, шлеш қоясыздар да, сит дейсіздер да. Міне қалай отырады енді. Бүйтіп отырасыздар да. Міне отыра бересіздер осылай отыра бересіздер негізі. Иә, ашым сол достар. Сосын және де нәшеттерге көрсетсе, нәшетте телевизор ау деймін. Иә, телевизор және де жақта өзінің ұйықтайтын бөлмесі. Ұйықтайтын бөлмесі ғой. Ұйықтайтын бөлме емес, жататын кровати. Амирхан деп жазылып тұр үстінде. Және де мына шет не болған? Айшытқана. Қателеспесем айшытқана. Нәшетте төбесі тұр. Төбесіне мінсеңіздер, сіздер ең болады ғой, бір мектептерде дәу төбесінде нәрселер болады ғой. Сол сияқты мысалға, міне осындай ауысақ қойған. Енді сыртын көрсете кетсек, осындай сырты, осындай стильде жасалған екен. Енді достар, келесі варпқа кеттік. Келесі варп жаңа варп тұрды ғой. Мешіт, иә, жаңағы мешіт. Бұл жаңағы мешіт, бұяқта сіздер кіре аласыздар. Және де бұяқта жаңа ғана көрсеткен болатынмын. Міне мешіт, енді жоқ. Осы мешіт сіздер келсеңіздер болады. Және де ең соңғы варп, бұл бізде қазақша варп. Қазақша жазылған варп. Түрме десеңіздер, міне түрме шығарады. Түрме осы. Мынау түрме осы. Қазір көрсетіп кетейін. Сырттан көрсе ғана ашылмайды екен. Міне осындай түрме бүйтіп. Мынандай нелері бар. Жақында охранниктер қойсақ болады. Достар, бұяқта көбінесе біз КНБ саламыз, любой нәрсе саламыз достар. Соғақты күтіп отырыңыздар. Көп нәрсе салайын деп жатырмыз біз. Енді достар, негізінде бұның бәрі қайтып жасалған, өткені бізде көп постройкалар салынған, бірақ бізде олардың бәрін алып тастаған, жаңартқан, серверде полностью. Осы басқа не көрсетіп, жаңағыда қазір неде отырған балдарға тіпі жасай, мысалға тіпі нұр десектер, бұл да уже достар, көкте тұрыңыздар. Мінеке достар, бізді жаңа шығарып жүрген болатын мені. Нәшетте Амирхан деген осы бала, міне жаңағы ютуб қостың бәрі саған ютубер. Ал және де тағы да бір ютубер бар, Нұр деген. Сол ютубер, иә. Бәрі негізі сіздерде ютубер болсаңыздар болады. Менімен бірге Байбек деген хелпер бар. Бұл бізде клуб болайын деп жатыр. Және де мен Донат 3-те жүрген, Ернот деген бала жүр. Осылармен бірге ойнағаныңыз келсе, описанияда тұрған немен кісіңіздер болады. Достар, ендеше біздің видеомыз аяқталды. Сіздермен болған Флоди, всем пока!